Баршаңызға сәлем. Мен Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының 9-шы сынып оқушысы Ағайдарова Інжу Аянқызы. Менің биылғы ел үміті премиясына қатысу себебім елімнің болашағына үлес қосып, білімім мен еңбегім арқылы жастарға үлгі болу. Бүгінгі таңда мен өз жетістіктерім арқылы мектебім мен облысым артқан үмітті ақтап, түрлі сайыстарда бақ сынап, топ ішінен топ жарып жүрген оқушылардың бірімін. Бұл маған үлкен жауапкершілік жүктейді және одан әрі биіктетуге ынталандырады. Мен үшін білім тек өзімді дамыту емес, отанымның игілігіне қызмет ету. Талапты елге нұр жауар дегенді халқымыз. Ал өзің үшін оқысаң, өзің ойлағанның бірі боларсың. Адамдық қарызың үшін оқысаң, Алланың сүйген құлы боларсың деген сөз менің өмірлік ұстанымым. Қазақ халқы сонымен қатар ұл тәрбиелей отыра халқыңды тәрбиелейсің, қыз тәрбиелесең, ұлтыңды тәрбиелейсің деген. Осы сөз арқылы мен ұлтымның, қазақ қыздарының білімді, өр мінезді және де олардың рухты, жан-жақты екенін дәлелдей отырып, қазақ елінің болашағына, дамуына үлес қосу. Осы ойлар мені ел үміті жобасына қатысуға жігерлендіреді. Сонымен қатар, ел үміті жобасы қазіргі білімді жастардың ең үлкен мүмкіншілігі деп есептеуге болады. Зер салып қарағандарыңызға рахмет.